Ассалаумағалейкум қазақ елі, сіздермен бірге Алмасбек. Алмасбек бүгін Массачусетс штатында, Амхерст қаласының жанында, ауылда, атын білмеймін. Осы жерде Лори деген әйел адам 90 ешкіден күніне $350 кіріс кіргізіп отыр. Ал енді оны қалай, не екен білгілеріңіз келсе, толық видеоны көруге тырысыңыздар біздің YouTube арнамызда. No, it's not hanging, it's cooking. Fantastic. Oh, yeah, it's hanging. Yeah. Fantastic. Yeah, that's the cheese. Oh, Yeah. Лори, респект. Дайте мне сейчас. Күнде ерекшеліктері мына Европаның, Американың фермерлары ештеңені бұқпайды, тықпайды, ашық айтады. Бәрін как она есть. То есть бұлар салықтан басқадан қорықпайды, оған ашық. Тем более фермер басқа елден келдім дегенде мүлде ашық айтып береді де барлығын. Бір сондай жақсы дүние бар. Лори, Oh my goodness, сен everything is so профессионалсың. beautiful. Мынау біздің Қазақстанның сыры. Біз бұған тұз қосамыз. Wow. Гиннес рекордына кірген ең биік, ең ірі бұқа. Міне осындай қарапайым жағдайда ешкіні бағып отыр. Суы былай, алдында таза шөп, жем. Респект. Лори. It's okay. Я міне Америкадағы шаруаның несі. Міне, кстати, жолды көрсете салайық. Міне жол. Өтіп атқан. И міне жолдың бойында міне Томас Фарм деген. Осы ненің ферманың несі, дүкені. Бәрін мына жерде ала бересің. Несі бар міне. Персиктары бар. Несі қандай. Гүлі бар. Гүлді ал $7 дейді. Мынаны алдық. Ана қыз келіншек ана жерден алып жатыр. Картоп алып жатыр, қияр алып жатыр. Бәрін үстіп қойған, еркін келесін ала берсін. Жұмыртқа тұр. Анау салаттар тұр. Бәрі. Тегін сияқты былай қарасаң, бірақ өзіңнің ар ұятыңа аласың. Ақшаны мұнда саласың. Міне. Бұл алып жүре бер. Мынау біздің кезіндегі апорттағы. Кезіндегі біздің алмалардың несіне ұқсайды, кішкене. Ұқсастығы бар. Бір ғана нюанс, мынаның міне мороженое алып едік. Есін таппай жүрміз, қасығы. Қасық. Қасық қайда екен? Міне сүттері. Енді осы ферманың болса жоқ. Мальплайн фарм дейді. Бұл басқа ферманың. Бұл Томас фарм. Қасық жоқ. Мана алуын алып алдық, қасық жоқ. Міне, өзі келді. Мықты. Нью Холланд тракторлары. 1, 2, 3, 80 аттық па? Мынау 50 атты. Анау да 50. Анау да 50. Hello. Hi. Алмасбек. Your name? Almasbek? Алмасбек? Yeah. Okay, I'm Lori. Лори, очень Yeah. приятно. Yeah. А вас кім Уолли өте көп сіз туралы айтты. So you have sheep? Yeah. Сізде де нема қойма бұл кісіде? You also have sheep or No, just goats. козы? Goats. Козы. О, Just goats. молоко? Милк? Yes. Oh, Yeah, we make cheese. Это круто. that's Cheese. cool. Yeah. We make А cheese. альпийский? Like Занинский? from the Alps? Нубийский? Which Порода? Yeah, kind of Nubians. goat? Райсинг? Nubians. Нуби? So I О. think they're African. Я, Afrikanski. And нубийский. Sanins, so those are Swiss. Шведские. European. Шведский, альпийский? Yeah, Swiss, yeah, sables. Good. Yeah, come Можем see. посмотреть? Can we come in? See? Oh, we Купили этот, у вас это, мороженое? Ложки нету. we You need a spoon? yeah, he's saying that. Oh, thank you. Thank you. Біз пока осы жерде қоя тұрайық, да? Yeah. Put it in the freezer? Yes. Хотите в холодильник пока? Yes. I got a freezer in here. Oh, thank you. We don't want it to melt. Here, we put it in Thanks. the freezer. Here, I'll put it in. And what It'll be melted. Oh.
deposit. Wow. Yeah, come on in. Oh, thank Sure, you. come on in. Whoa. So we probably have Қанша бас? 150. 150. 150 бас. Вау. Сауылып тұрған қаншама? How many And are how we many? milking? Yeah. 94. 94. 94. 94. Не линияны тұқымыны қай жақтан? Oh yeah, so we have bucks. Bucks? Bucks. So big Buck. bucks, you know, breeding bucks. А, у них есть, типа, баксы, это, наверное, козлы большие. Yeah. Males. Yeah. And from where? Like, We buy them from around the country. по стране And also покупают. we breed, we do artificial. И они делают искусственное осеменение. Вау. That's artificial, Да, you да, know. yes, He also yes. does the same. Yeah. Yes, Yeah, so you know. Біз де соны Yeah. жұмыс жасаймыз. Yeah, we do that. Uh-huh. And then we milk them in here. It's where we milk. Вау. So Вау. the goats come in. Неше басқа? 1, 2, 3, 4, 5. Yep. 4, 5, 6. 7, 6. 6 ба? 6 at a time. They come in, put their heads in. They come in through here, Они проходят тут, Yeah. put their head down. потом сюда голову. Yes. Lap. Oh. Yeah. Easy. And then when they're done, or no, then we put. күніне неше рет сауады? And how many times a day do you do that? Екі рет. 2 рет, таңертең кешке. Times. In the morning and in Yeah. the evening. Yeah. Средний қаншама сүт? And how many like gallons maybe of milk do you get from one? Maybe liters? Anything? Depends on if in the spring more because they just had babies. Көктемде көбірек. Yeah. And then as summer goes, they go down. И потом жаз Күн бойы шығанда, түседі. The fat and the protein Температура, goes да. up, so No. more cheese. Но сүттің типа жир, анау көбейт, поэтому больше сыра делают. Сыр делаете, да? Cheese. Өзіңіз сыр жасайсыз ба? Do you do cheese yourself? Yes. Here as well. Yes. Да. Где? Yeah. So here's this? these are Wow. milk tanks. Вау! Yeah, come on in. Ой, респект! So Вау! this is the milk. Milk is сүт. Күніне қанша сүт шығады? And 90 бастан. like Қазір қанша шығып отыр? from the 90 Yeah, goats, so we how get much about- milk do you get? Yeah. About half of this every milking. Половинаның жартысын каждый раз сауғанда, So not бір too much. сауғанда. Онда күніне 100 литр ма? Где-то, in a day, like 100 Yeah, so liters. so this probably this tank full in a day. Примерно one осы day, 2 milkings. танк бір күнде. 2 milkings. will fill Мынау this. қанша танк? Like 35 pounds. 35 Gallons, фунтов. I mean, 30. Галлонс, галлонов. 35 gallons. 35 галлонов. Галлонов это сколько? 350 Я литров? And Бұл this here, here. that's the cheese room. Oh, So see the cheese is hanging, I think, maybe? No, it's not hanging, it's cooking. Oh yeah, it's Fantastic. hanging, yeah. Fantastic. Yeah, that's the cheese room. Оу, Yeah. Лори, респект. Может, дадим мне сейчас? Wow, oh my Это gosh, chocolate? thank you. Yes, This is this- beautiful. Oh, Лори, my goodness, Сен everything is so профессионалсың. beautiful. мынау біздің Wow, can I Қазақстанның сыры. I can Біз try? бұған тұз қосамыз. So you're a professional, and this is like Kazakhstani traditional cheese that we salt. We add salt to it. И бұда срок жоқ, бессрочно. And it can be like storage for It like won't spoil, you can it tell. doesn't spoil, yeah. Wow. Oh, I never had anything like that. Really? Ешқашан осындайды Wow. көрмеді. That's really good. Холодильник керегі жоқ, түк керегі жоқ. And you don't need to Салып алдың, freeze жүре it, берсін. you don't need Wow. anything. Міне, сізге. Yeah. Really? This is for you. Seriously? Реально сыроделка. Thank you. It's just, oh my god. It's so nice. That's so Бізде good. мынаны қазір сиырдың етінен жасайды. Негізі бұрын біздікі традиционный қойдың, ешкінің етінен, сүтінен жасайтын. Майын сепарировать етіп алып алады, жеңілдетіп. Мынаның сәл май алынған, легкий немного майын алады, чтобы слишком жирный болсын. Әйтпесе мынаның бәрі жирный болып, сыртына май шығып тұрады. So you separate, when you do this, you Yeah. separate the fat in the milk. Yes, So yeah, it wouldn't same. be that Like fat. just like this. Yeah, same Yeah. thing. Оларда осындай So you see those bags hanging? Same thing. Just the way is dripping. Осы пакеттер ілініп, See? это получается жир стекает So оттуда. see the way? yes. Drip, Бізде, drip, yes, drip, yes, drip. yes, Yeah. yes. Бізде де And then it солай. gets, you know, a little bit, and we mix it with Потом. salt.
Ручками. Yeah, it makes У it нас soft. бізден қолмен қысады. Our cheese is soft, though it's only like 24 hours old, so it's soft. We sell it in containers. I'll show you. I'll give you some. Олардан сыры, ірімшіктері жұмсақ. Иә, Soft, fresh. плавленый. This is so nice. Thank you so much. Thank So you. exciting. It's a great prize. Yeah, come see the goats. You gotta see the goats. They're great. Осы ешкімен айналысқанда қанша болды? And for how many years are you doing this? The goats? I would say, well, 10 years with the goats. 10 жыл именно Only 10, Ешкілермен? but we had cows. We did cows before, одан бұрын сиырлар болды. so we worked with Бізде cows. қазақта мынандай мақал бар. Есің шықса, ешкі ұста. Если у тебя слишком много проблем финансово қиналып Cows are кетсең, Is that what he's saying? ешкі ұста. Really? Ешкі ұста. Сен финансовый благополучиеға шығасың тез. I know Yeah, that. because- I know. Yeah, That's Yeah, a financial Yeah. like Yeah. ladder. Иә, иә. There you go. Look how rich I am. They are so pretty. So these are all yearlings, so 1 year olds. 1 year old. All these. Олар бір жаста. They're one. And these are Oh, older. you don't like that. I'm so sorry. These are all Сәлем. 3, 4, 5, 6 years old. Мыналар 3-тен 6 жасқа дейінгі. Constitution good. They look good. Yeah. Constitution. Constitution хорошая. Yeah, we try hard. We work hard. Алып тұрғандар, расация күндіз жайлы ма? If they want, they can go outside. Шықлары келсе шығады. Көрекші. Yeah, they can go in the pasture, but we have to be careful because they get worms easy. Oh. So we limit their time out there. They get worms. Былай. They can go. Получается, Қанша жері бар? олар шығып жүреді, нетпейінше, аударып берейінші, олар шығып жүреді, бірақ та они очень легко червяков подцепляют, құрттайды, да. Yeah. Поэтому они лимитируют, сколько они там стоят, ходят. Именно жаздың күні, е? In summer, you mean you limit the time they're out? Well, What about other they seasons? get worms. They can go outside all the time, but worms, parasites are bad. Worms, if they're out on the grass and they chew the grass too short, they eat the worm eggs, in they go, and it's just like a bad cycle. It makes them sick. So Получается, it's олар hard. We don't have that much pasture. So. у них не так много поля, и когда трава слишком короткая, то козы там землю подцепляют, да, и там паразиты. Keeps them healthier if we just keep them. We feed them in here, and they're healthier. Поэтому полезнее, они здоровее, если их там кормить. Да, кормить вот так. Жақсы. Не күніне қанша сыр жасап жатыр? In a day, how much Kilogram. cheese do you make? Like Maybe maybe how many? Probably. I have to think about that. 75 pounds, maybe. 75 фунт. 75 pounds, whatever that translates to. Of course, we use pounds. It's okay, we're gonna Google Тогда it бізде later. фунт, осы жерде килограмма. Кэшпен қанша? But what about money, maybe? Like in money? What's it worth? Yeah. So it sells for 50. So 50 times 7. So like $350 a day. $350 күніне. Күніне. Yeah. Good. So it's good, and we sell a lot. 90 ешкі, е? Yeah, we sell. 90 ешкі сауылып тұрған. It all sells really fast. И очень быстро сатып алады оны. Мына жерден ала ма? There, but lots of stores. A lot. Очень много магазинов 40 жақындағы. stores. 40 магазин алады. Restaurants. Yeah. И ресторандар алады. Yeah, I sell a lot. See the sunflowers? Там подсолнухи. Көрдім, да. You want to do your picture in the sunflowers? They're so На pretty. силос? Yeah, На sunflowers. силосқа ма, малға? Do we feed them? Силос? No, we don't Жоқ. feed them those. Жоқ. They're just pretty. Просто красивые. Хотите сфотаться, They make me спрашивает. happy. Пойдем. Let's You want to do a take a picture? picture. Yeah, take a picture. Yeah, I didn't. Это свое или покупаете? Yeah. Is it yours? Yes. Or... Oh, really? Yeah, we make all the hay. Оныкі, олардікі. We make all Өздері the жасайды. hay.
So different fields, different names. Probably use about 100 acres to make hay. 100 акрда сено жасайды, өсіреді. To go, you Жете know. ма? Is it enough for the... Yep. Yeah, Oh. we make enough. Yeah. Да, жетеді екен. Альфа. That's good luck. Альфа. Иә? Good luck. Мынау жақсы шөп деп тұр ғой. Жоқ, типа, на удачу. Это клевер, нет? Да. Клевер? all the time. Oh, Sometimes I look down and boop, there they are. рахмет. Мынау ғой шауып атқаны, иә? Yeah, that's straw. That's for bedding. Ешкілер мынада ұйықтайды, осындайда. Да. Yeah, come on this side. All the flowers are looking that way. Oh. See how they're all facing one way? Yeah. Күніне қаншама қонақ келеді осылай ферма көруге? Или аптасына ма, или айына ма? How many visitors do you usually have on your farm? Visitors? Oh, Yeah. I don't know. We get visitors all the time. Постоянно келеді екен. Yeah. People like goats. Ah, Everybody likes goats. Адамдарға ешкілер қатты ұнайды See, екен. here you go. Қозы, Take your ешкі. picture. You guys are like farmers out here. I'll take your picture with my phone. Oh, thank You you. get with him. Теплица. Greenhouse? Do you have a greenhouse? Yeah, we have three. Үш бар. Үшеу. Four greenhouses. Төрт бар. Не өсіреді онда? What do you grow there? Not so much anymore, but in the spring we start plants in there. So we do vegetables, flowers. Sometimes we grow cucumbers and tomatoes in there. But this year we didn't really. We have too much to do with the goats. Oh. The goats keep us busy. Қазір уже посеясіне жасамайды, бірақ та көктемде овощи. Кейде там огурец, помидор жасайды, но осы жолы жасамады. Себебі осы жануарлармен айналысу қатты уақытты көп кетіреді. Yeah, goats are a lot of work. Жалғыз өзі баға ма? Ешкіні? Just me and Jim. Только... Two people. Екі адам ғана. Ол, is that your partner, spouse? Yes. Yes. Husband? Yes. Оның күйеуі. Yeah. Оның күйеуі. Two people. That's it. We do all the work. Oh, so much work for two It is a lot of people. work. Yeah, we have one lady that helps us pick vegetables. Oh, She's Cambodian. И Камбодиядан бір әйел бар, ол там овощи жинауға көмек істейді. She picks vegetables across the street we grow. But yeah, they're all taking naps. They were outside all day. I just put them in. So now they're all Сиыр sleeping. мен ешкінің сүтінің бағасының айырмашылығы қанша? Процентном соотношении? So what's the difference between goat milk and cow milk in price? Like the percentage Goat milk is maybe? a lot more money. A lot more. Goat milk. Ешкінікі Да, қымбат? Қаншаға қымбат. қымбат? Yeah, Неше you есе? have less. Екі Goats есе, give бес есе? less. And worth more. can you say like, is it like twice, 3 times, I'd 4 say times? it's twice as much. Екі есе. Екі есе? Yeah, I think so. Yeah, it's a lot. It's a lot. Бізде 5 есе. Oh, in Kazakhstan it's like 5 times more. Wow. Yeah. Yeah, it's at least it may be more actually. Oh. We don't sell milk. We only make cheese. So we only make cheese. No milk. We don't sell any milk. Может быть, одан да көп, ол точно білмейді, потому что олар ірімшік сатады, не сатпайды. Иә. Сүт сатпайды, иә? Сүт сатпайды, да. Аха. Қай кезден қай кезге дейін туады ешкілері? And from like where do they give birth? When do they give birth? In March, Март? April, yeah, and May usually. Майда. Last year we had about 200 babies. Өткен жылы 200 Лағалды. лағалды, иә. About 200 babies. Жылына 2 рет тудыра ма, жоқ, бір-ақ рет қана тудыра ма сол көктемде? Do they give birth once or twice a year? Once. Oh, Once. бір рет. Yeah, thank God. It's too hard. 2 рет тудырып көрген жоқ па? Она говорит, слава богу, что бір рет слишком сложно. Forget it. Crazy. Сол кезде жұмысшы алатын шығар. Like if they would give birth twice, then you probably Туған need кезде. more workers, right? Yeah. It'll be hard. Do you get workers when they give birth? Жоқ, алмайды. Өздері. We just do it. Үшеуің да, екеуі, и жаңа Камбоджадан келген әйел. Жоқ, екеуі. No, she doesn't like goats. Сол әйелге кімдер ұнамайды, ешкілер ұнамайды дейді. She's afraid. She's scared of goats. So pretty. Yeah.
Do you know Sandy Brook? I'm not sure who В that is. Ютубе не смотрели? on YouTube. Look her. Maybe. I don't У know. ней 2 миллиона Oh, she подписчиков. has 2 million subscribers. Wow. Yeah. I guess he's aspiring to be her. Okay. Ютуб ашшы. I have a You should- TikTok. yeah. I do TikTok. Oh. Не, no, не так. that's Ютуб, me. Ютуб. But you don't really have. I'll look it up. Oh, okay. But this is me, so I do this. This is mine. Wow, that's my so that's cool. my father Whoa. and his bull. Oh, Watch, you'll see. that Yeah. is really cool. Yes. These are my TikToks. Yes. Wow. So they're, I think that's. Ага. Сейчас, как называется? He wants to remember Oh yeah, that. yeah. There you go, mother. Где поиск у нее? He wants to search for for that person, I guess. Сколько у нее подписчиков? Oh, for her on YouTube? Вау! Yeah. Респект! 241 мың подписчигі бар ТикТокта. Сізде көрсетіңізші. Wow. Тоқта. Қазір мен саған көрсетейін. YouTube'da или? Қазір. Yeah. Қазір. Is it you? Yeah, that's him. You're famous. Oh. Минимум у меня. Oh, you gotta work harder. Follow. Вам нужно больше работать, Дида. That's great. да, Oh my да. god. Но у меня сколько просмотров? Look at you. Wow. Okay, 1 million. This is great. Yes. 46,000. Oh my gosh. All right, wait. So let's see if I can do. I have one. Some of these ones with my dad. He's got like some. Кейбірлері оның He had one that was 15 million. 15 миллион But it was a просмотр бар, long time ago. видео бар сондай. 15 миллион. Оның әкесінде кажется. Yeah, we have. But his. So it's this big ox. Это швец? Yes. He's a Swiss. Yes. Yes. He's in the Guinness Book of World Records. О, You know Гиннес Guinness? книгасында бар екен. Really? Yeah, for the tallest. О, самый высокий бык дейді. Yeah, look at it. There he is with my dad. Hi, Ellie. Tommy fans out there. Fantastic. This is a video I found Oh, sorry. last summer with my Fantastic. friend Tommy outside. Yeah, so he loves my dad. Оның әкесін жақсы көреді екен. Aren't they great? For those of you Фантастика. Мен Лоридің несін салам, осы видеосын салам. He's gonna add your account See the- to the- his Good, video. Yeah. good. Yeah, see, there he is. Бұқаны қараңыздаршы қандай. Фантастика. Гиннес рекордына кірген ең биік, ең ірі бұқа. Фантастик. We're famous people. Famous. That's true. It's true. That's crazy. Yeah, and then these are babies over here. So these are born this year. These are all my babies. Биыл туғандар ғой. So tired. Ей, сәлем. Лори, сенаж неге бермейсің? Сенаж. No, we give hay. Just dry hay. Dry сыр не hay. получится, да? Yeah, dry hay. Because of the cheese. Әйтпесе сүт көп, да. Да. Yes. This. Все. Dry hay. Түсіндіңіздер ме, құрметті қауым? Егер сыр жасаймын деген нелеріңіз болса, ойларыңыз болса, онда тек қана шөп. Синус, силаж нельзя, да? Right. Болмайды. Yeah. Listeria. Not good. Да. They get sick. А так сүттің объемын көбейтеді ғой. The grain helps make milk. Yeah, I'll show Yeah, you. come Here, next. it's over here. I'll show you. So this is here. And here. Оу, круто. So that's grain. Қара, Это зерно дейді. Yeah. өздері жасай ма или сатып ала ма? It's a Do you mix. do it yourself? No, we or- buy it. We have to нет, buy сатып it. алады. Yeah. And they blow it up into this big bin түсіндім. upstairs. Yeah, so, Аха. yeah. But that's Круто. for the. Круто. That's for the helps the milk. It makes more milk. Да, Я, делает масло. комбинированный корм, ага. О, все Oh расшумелись. yeah, everybody wants me. They're like, hey. Окей. They love it. Yeah. I know, these little babies. Міне осындай қарапайым жағдайда ешкіні бағып отыр. Суы былай, алдында таза шөп, жем. Респект. Лори. It's okay. He's really impressed. I'm so glad. So my gym
he built all of this. He built the barn, he built the house, he built the greenhouses. There was only an old pasture here, like an old field when he started. Когда ее муж только начал, это все мынаяқта бір ғана поле болған. Еще ескі поле. И ол бәрін амбардарды, теплицаны өзі салды. Осы ешкінің арқасында ма? Жоқ, Ground сиырлардың up. ба? From the ground all the way up. So the resources for that he got from the cow? No, he worked. He had another job. Басқа жұмыс істеп, ақша жиналып, осыны ашты. Yeah, he worked. Yeah, he just worked. and Қазір built it. сиыр ұстайсың ба, ешкі ұстайсың ба десе, қайсысын ұстар еді? If like now you had a choice between cows and goats to like breed them, what would you choose? Goats. Yeah. Ешкілерді. Ешкі? Goats. Nah. Yeah, I had loved cows. I had cows my whole life. But the goats are nice. to work with. Сиырларды Clean, nice. сиырларды жақсы көреді, бүкіл өмір бойы сиырлармен жұмыс істеген, бірақ та ешкілер таза. They're smart. They're Өте clean. Ақылды. ақылды. Yeah. Yeah. If you had cows, you'd have poop on the ceiling. Сиырлар болса, олардың боқтары мынаяқта болушы еді. Үстіміздің The бәрі poop қазір. everywhere. I know. Yeah. Goats, no. Yeah, They're very yeah. clean. So clean. Ешкілер өте Yeah. таза, Yeah, so ерекше Jim, таза. he built this whole barn. This is his workshop, and we have stuff going on. Құрылысты бәрін жақсы жасапты. Иә, өзі жасады дейді. Yeah, so it used to be nothing here, nothing, and he built the house, he built the Ештеңе barn. болмады. He И ол built it all. өзі үйді де салды, осы амбарды да салды, бүкіл ферманы салып қойды. Yeah, and I worked for a big company. I worked for GE, Oh, so what's General it? Electric. Yeah. Бұрын осы кісі Лори үлкен компанияда жұмыс істеген, электрический компания, electrical company? No, we made plastics. I had to dress in a dress and wear, like a girl. Like a corporate пластик job. жасайтын жерде жұмыс істеген, Marketing. типа офиста, маркетингте, прям жұмыс киіммен барып, Yeah. осындай. Now look at me, homeless. That looks more I'm a comfortable. mess. I'm a mess. Yeah. Все, Лори, дайын тұрған сыр бар ма? Көре аламыз ба? Can we see the ready cheese? If You wanna there's see some anything? cheese? Көргенге, Yeah, аха. if we can. Қас көрсетеді. Should we go with you or амаммен тасап болады? So this is the. Есікте пин-код. Smells like cheese in here. Oh, You smell it? yeah. These are some of the cheeses that are made in here. And I'll give you some. So these are cheeses. Oh. Мягкий сыр. Окей. Some cranberry. Окей. Oh. Yeah, you gotta sure. try. Окей. Oh. Шүрін сатып аламыз. Попробуйте. We're gonna buy them. Не, нельзя. We can take that. No, you're not giving me any money. Шоколад алып бердіңіз ғой, не үшін ақша бересіз еще? Here, wait, I'll give him a sticker. He can keep. Okay. Hang on a sec. О, сізге қазір тағы да бір нәрсе береді, деді. Көрдіңбе, ерекшеліктері мына Европаның, Американың фермерлары ештеңені бұқпайды, тықпайды, ашық айтады. Бәрін как она есть. То есть бұлар салықтан, басқадан қорқпайды, оңген ашық. Тем более фермер басқа елден келдім дегенде мүлде ашық айтып береді де барлығын. Бір сондай жақсы дүние бар. Европаға барсаң да, басқа жаққа барсаң да осылай. Клюква. Карлик и херб дейді. Клюква, Чив. гарлик, это чеснок. Карлик. Гарлик, Гарлик, херб. чеснок. Херб бірдеңе. Herb или чеснок и травы. А үшіншісі, Чивы. не знаю. Ана теплицалары қарапайым, әкетіп бара жатқан ештеңесі жоқ. Мына өзінің тұрып атқан үйі фермасының басында тұрып атыр, иә? О, Лори, әуре болдың ғой. Это сиырдың So it's fresh, fresh cheese. And we get milk from our friends or from our neighbors. It's really to good. make it.
Because we used to have cows and we sold them. They're too much. There's too much work. Orada 싫어 보이는 потому 어로는 Farm is too small. We can't fit everybody. There you go. Thank you. Oh, I got your ice cream. Don't forget your ice cream. Yeah. Yeah. So we have 3 tractors. 3 трактор бар. Yeah. Yeah. Шөпті өзі шаба ма? Do you like cut the grass yourself? Yes. No. Yeah. Yeah. There's the mower. That's the Yeah. mower. Yeah. And then the baler. And then the header. You know, you flip it. Just Everything it. else. Все, Лори, үлкен рахмет. Thank you so Танысқаныма much. қуаныштымын.